Армысың қандасым, уақытыңды бөліп, маған құлақ салуыңды сұраймын. Мен сенімен керемет құнды ақылмен бөліскім келеді. Сондықтан мені мұқият тыңда. Абай атам айтқандай, адам баласы анадан туғанда екі түрлі мінезбен туады. Біреуі ішсем, жесем, ұйықтасам деп туады. Бұл тән құмары. Екіншісі білсем, көрсем, үйренсем деп туады. Бұл жан қуары. Өкінішке қарай есейген кезде адам осы балалық шақта қиялдайтын қабілетін мүлдем ұмытады екен. Енді ол үшін армандау тек бос іс секілді көрінеді. Тіпті армандаудан қорқып, оған сенуден қалады. Бір-біріне ұқсас сүреңсіз күндерім жалғаса берсін демесең, қайтадан армандауды үйрен. Балаша, ашық жүрекпен армандауды қайтадан үйрену керек. Маңдайға жазғанды көресің. Жазмыштан озмыш жоқ. Армандар орындалмайды деген сөзді ешқашан естімегендей батыл арманда. Қандасым, егер сен арманым шынымен орындалады деп сенсең, әрекет етсең, армандар міндетті түрде шындыққа айналады. Арманда. Арман адамды шабыттандырады, алға жетелейді, әрекет етуге күш береді. Армандар сені төсектен тұрғызып, бойыңа қуат береді. Армандар сені бақытты қылады. Себебі сен жаман нәрсе туралы армандамайсың ғой. Армандар бізге қанат бітіреді. Арманда. Арман бұл сенің бағытың. Сеніп әрекет еткен арман бұл енді сенің мақсатың. Ал мақсат нақты болғандықтан ол саған жол көрсетеді. Армансыз сен соқыр адамсың. Қайда баратыныңды білмейсің. Армансыз сен жел айдаған қаңбақ секілді қаңғып жүрген жанға айналасың. Қорлық үшін келген жоқсың мұны өмірге жалғанға, мұны өмірде жүрегіңде бойыңды ыстық қан барда, болмысты да, болмасты да болады деп арманда дейді қазақтың ақиық ақыны Мұқағали. Армансыз сен қатты ағыспен қалтақтап кетіп бара жатқан желкені жоқ қайық секілдісің. Арманда ақылмен өмір сүр, батыл өмір сүр. Өмірімізге нақты армандар мән береді. Жай ғана өмір сүріп қана қойма. Біз бұл әлемге жай ғана жұмыс істеу немесе күйбелең тіршілікте жан сақтау, күн көру үшін ғана келмедік. Біз өмірге армандау үшін келдік. Біз қалаған өмірімізді сүру үшін келдік. Арманда ешкімге жалтақтап қарама. Біреу мәжбүрлеген емес. Өзің қалаған нәрсені арманда. Арманың қандай кіші болса да, ол сенің арманың. Естимісің? Ол сенің арманың. Енді оны шындыққа айналдыратын уақыт келді. Тағы да сен үшін маңызды нәрсені арманда. Кім боласың, қандай өмір сүресің, ол өзіңнің үлесің. Ақылымды тыңда мейлі тыңдама, тілегім бар бір ғана. Шығып алды арманыңның шыңына, сосын мейлі ұшып өлде сырғана. Болса ақылың бәл мынаны жалғанда. Жолай көрме арманы жоқ жандарға. Арманда ұлым, арманда, арманда ұлым, ақтық демің қалғанда. Бүкіл өмір, бүкіл дүние бар жалған, жадыңда ұста. Жаратылған арманнан өмірінің аяғы жоқ, басы жоқ. Өлген артық армансыз боп қалғаннан. Айтқанымды жөн демейлі, жөн деме. Арманда ұлым, қия деме, өр деме. Шығып алда арманыңның шыңына. Қайыра мейлі, күйіре мейлі, дөңгеле. Өмір деген осы. Түсінесің бе? Өмір дегеніміз дәл осы. Арманда, әйтпесе сен үшін басқалар армандайды. Онда сен өзіңнің емес, өзгенің өмірін сүресің. Өзіңнің емес, біреудің арманын орындайсың. Сен шынымен осыны қалайсың ба? Осы үшін өмір сүресің ба?
шынымен сәби кезде осыны армандадың ба? Тыңда қандасым, тоқта, жүгірме. Армансыз бәрібір ешқайда үлгермейсің. Себебі қайда жүгіруді білмейсің ғой. Уақытыңды босқа жіберме. Себебі уақыт сендегі ең құнды нәрсе. Уақытты текке өткізген адамды мен ешқашан түсінбеймін. Тоқта, не туралы армандағаныңды есіңе түсірші. Бір кездері армандағаның рас қой. Өсемін, табысқа қол жеткіземін, бизнесмен боламын, құрметті адамға айналамын, ғалым боламын, суретші боламын, дәрігер боламын, ғарышкер боламын, бүкіл әлемді аралап, түрлі жаңалық ашамын, керемет дүние жасаймын, артымнан өшпейтін із қалдырамын деп, немесе қалай екенін нақты білмесең де, міндетті түрде бақытты боламын деп армандағаның рас қой. Кейін армандауды доғардың. Себебі сен есейдің. Бұл әлемді қиялға ерік берген адамдар мен арманына ешкім сенбеген батыл адамдар жасады. Оларға бұл мүмкін емес, мұны таста, одан да дұрыс іспен айналыс деп талай айтқан. Қазіргі біз таң қалып жүрген керемет дүниелер, қолыңдағы мені тыңдап отырған ұялы телефон кезінде біреудің қиялындағы ғана дүние еді. Бұл зат кезінде біреудің сенуге қиын қиялы, біреудің алға тоқтамай ұмтылуы, біреудің сенімі ғана болған. Қандасым, қай жерде болсаң да, кім болсаң да, арманда. Арманыңды іске асыруға әлі кеш емес. Қазір күйбелең тіршілік кешпесең, немен айналысар едің? Осыны ойлап көрші. Шынымен мен нені қалаймын деп өзіңнен сұрап көрші. Адам әлемді тану мен жасампаз күйде өмір сүру үшін өмірге келді. Оның ештеңе қаламауы, еш нәрсеге ұмтылмауы бұл дұрыс жағдай емес. Осыны түсінесің бе? Қазір бастауға ең жақсы уақыт. Кеше емес, ертең емес, дүйсенбі емес, дәл қазір армандауды баста. Үлкен нәрселі туралы да, кішкентай нәрселі туралы да арманда. Әлем саған қалай ұнаса, оны солай жаса. Оны қиялыңда, ойыңда жаса. Өзіңнің таңғажайып дүниеңді жаз. Арманда сен әрекет ет. Ешқашан берілме. Естемесің ешқашан, және арманыңды сатпа. Қандасым, мен саған сенемін. Және де сен өзіңе сен. Армандауды баста. Отандастар, ойлайықшы, ойымызға лайық. Құласақ та тек биіктен құзға барып құлайық. Бықсып жанған қоламт емес, артымызда шоқ қалсын. Болашақтың ойнағында біз тұтатқан от жансın. Ей болашақ! Ей болашақ! Ошағыңда от жансın. Мүмкін бізді ұмытарсың. Кім біледі, жоқтарсың. Дәл осы Ақиық Мұқағали ақындай армандауды біл. Сонда жалындап өмір сүре аласың. Мен сенің армандарыңа қол жеткізу үшін өзгергім келеді атты кереметтей челлендж жасап жатырмын. Оны қандастарым үшін тегін жасап жатырмын. Егер де шынымен өміріңді өзгертіп, армандарыңа қол жеткізгің келсе, 8-747-094-1926 телефонын өз контактыңа Ахметбек Нұрсила деп сақтап қой. Сонан кейін осы нөмірге өзгергім келеді деп сообщение жібер. Сені өзгергім келеді порталына қосады. Өзгергісіз келген жалындаған жандардың қатарына қосыл. Алдағы 12 күнде мен сенімен бірге боламын. Саған деген құрметпен, сеніммен Ахметбек Нұрсила.